мен бүгін таңдаған тақырыбы қазақ тілінің фонетикасы бойынша. Мысалы үшін қазақ тілінде қанша мыңдаған сөздер болса да, біз олардың шыққан жерін көбінесе біле бермейміз. Олардың ішінде көне түркі сөздері болғанмен, орысшадан, орыс тілінен енген сөздер де бар. Түркі халықтары мұсылмандық пен исламның дінімен танысқан кезде кіріп кеткен араб, парсы сөздері бар. Халықтың көбі орыс тілін білгендіктен қайсы сөз орыс сөзі екенін бәрі біледі. Қазақшада қолданылатын, мысалы, автобус сөзі орысшадан енгенін білеміз. Студент деген сөзді қолдансақ, оның орысшадан енген сөз екенін, сол Еуропадан енген сөз екенін бірден біле аламыз. Бірақ 1000 жыл бұрын араб, парсы тілдерінен енген сөздерді көп түсіне алмаймыз. Бірақ әрбір тілдің фонетикалық ерекшеліктері болады. Соның ішінде қазақ тілінде де осындай ерекшеліктер бар. Сол ерекшеліктерді пайдаланып, біз көп сөздердің негізгі қазақ сөзі ма, араб, парсы сөзі ма, немесе басқа тілдерден енген сөздер ма екенін біле аламыз. Мысалы үшін, біріншісі үндестік заңы дейтін қазақ тілінің фонетикасында бір заң бар. Сіздерде мен сіздерге айтпаймын, жазыңдар, жазбаңдар деп айтпаймын. Сіздер өздерінің жазғыларыңыз келсе, кейін ескеру үшін. Үндестік заңы қазақ тілінде дауысты дыбыстарға байланысты заң болып есептелінеді. Қазақ тілінде жуан дауыстылар. Олар А, Ы, О, У. Жіңішке дыбыстылар. Ә, Е, Ö, Ü. Ben латынша жаза берем. Сіздер қаласаңыздар, мен жазсаңыздар. Тек қана қазақ тілінің емес, барлық түркі тілдерінің ең өзгермейтін, ең негізгі заңдардың бірі осы. Қазақ тілінде бір сөз егер жуан дыбыспен, дауысты дыбыспен басталатын болса, ары қарай міндетті түрде жуан дауысты дыбыстармен жалғасады. Үнлі ve ünsüz. Ünlü ve ünsüzler, evet. Жіңішкеменен басталса, міндетті түрде жіңішкеменен жалғаса береді. Мысалы үшін қарындастарымыздың. Мысалы үшін қараңыз, А-мен басталды ғой, бұл жуан. Ары қарай Ү, О, А, Ү, деп кетті, көрдіңіз ба? Ішінде мыналардың бір де жоқ. Ә, И, Ö, Е дегендер бір де жоқ. Бұл болу мүмкін емес. Керісінше, мысалы үшін, егер Е мен, Ö мен, Ü мен басталатын болса, Ә мен басталатын болса, ары қарай міндетті түрде ол дауысты дыбыстылармен жалғасу керек. Қарындастарымыздың деген сөзді көргенде біз бұл таза қазақ сөзі екенін түсіне аламыз. Мысалы үшін, кітап деген сөзді қолданамыз, иә? Кітап. Біз не деп айттық? Егер жіңішкемен басталатын болса, жіңішкемен жалғасу керек. Қараңыздар, И жіңішке. Екіншісі не болыпты? А болыпты. Бұл демек, бұл жерде қазақ тілінің үндестік заңы бұзылып отыр. Сіз бұл кітап деген сөздің шыққан тегін білмесеңіздер де, бұның таза түркі сөзі емес екенін айта аласыздар. Біз осы сабағымызда сөздерді көріп, қазақ тіліндегі сөздерді көріп, ол таза түркі сөзі ма, немесе басқа тілдерден енген сөздер ме, соны түсінудің жолдарын іздейміз. Кітап деген сөз араб тілінен енген сөз. Оны, мысалы үшін, қай тілден енгенін білмеулеріңіз мүмкін. Бірақ мынаны айта аласыздар. Қарапайым азамат ретінде
бұл кітап деген сөз түркі сөзі емес екенін айта аласыздар. Басқа ұлттардан енген сөз екенін түсіне аласыздар. Мысал үшін, хикая. Мысал үшін. Бұл хикая деген бұл мысалы телехикая дейміз ғой, мысал үшін сериал. Аңыз, әңгіме деген мағынада. Қараңыз, жіңішкемен басталып, А-мен жалғасыпты. Сіз хикая деген сөзді көрген кезде де, міндетті түрде бұның түркі сөзі емес екенін, қазақша сөз емес екенін, әрине бұл 1000 жылдан бері қазақ тілінде қолданылғаннан кейін қазақ тілінің сөздігіне енгіземіз, әрине қазақ сөзі деп айта аламыз. Бірақ шыққан жері басқа екенін түсінуге болады. Мұндай сөздерді импортталған сөздер деп, кезінде импортталған сөздер деп айта аламыз. Мысалы үшін тағы бір көп қолданылатын мысал ретінде қазір деген сөзді айта аламыз. Көрдіңіз бе? Осы жолы жуанмен басталып, жіңішкемен жалғасыпты. Бұл үндестік заңның біріншісі болса, екіншісінде мынандай ереже бар. Қазақ тілінде бұларды біз еріндік дауыстылар дейміз. Енді ерінмен айтылатын. О, Ö, Ü, U. Бұларды езулік дейміз. Бұлар езумен айтамыз. Бұларды ерінмен айтамыз. Сол үшін еріндік дейміз. Егер қазақ тілінде бірінші буында бұл еріндіктердің бірі бар болатын болса, екінші буында болу мүмкін емес. Үшінші буында, бұлай айтсақ одан дұрысырақ болады. Бұлар бірінші буыннан басқа жерде болу мүмкін емес. Тек қана бірінші буында болады. Мысалы үшін, өгей. Ұлтымыз дейді, мысалы үшін. Көрдіңіз бе, бұлар тек қана бірінші буында бола алады. Сіз егер осы еріндік дауыстыларды бірінші буыннан ары қарай бір жерде көретін болсаңыз, оның қазақ сөзі емес екенін толық айта аласыз. Ол мысалы үшін қандай сөз? Мақұл деген сөз мысалы үшін. Қараңыз, еріндік, мына жердегі еріндік дауысты біріншіде емес, екіншісінде бар. Екіншісінде болу мүмкін емес. Үшіншісінде, төртіншісінде болуы да мүмкін емес. Мысалы үшін, қай жердің сөзі? Мақұл? Араб тілінен енген сөз. Мысалы үшін, мотор деген сөз. Бұны мотор деп айтасыздар, білемін. Енді бұны білесіздер, бұл Еуропа тілдерінен кірген. Бұл екінші немесе біріншіден кейінгі буындарда болу мүмкін емес. Бұл еріндік дауыстылардың. Сіз мотор, мақұл деген сөздердің шыққан деген білмесеңіздер де, осындай бір сөз көргенде, еріндік кейінгі буындарда еріндік дауысты бар болатын болса, осының қазақша емес екенін толық айта аласыздар. Тіл маманы болмасаңыздар да толық айта аласыздар. Мысал үшін, доктор. Мысал үшін, мәжбүр. Қараңыз, еріндік дауысты біріншіден кейінгі буында болу мүмкін емес. Мәжбүр, бұл да еріндік. Бірінші буыннан кейінгі буындарда үй бар. Бұл болу мүмкін емес. Мәжбүр араб тілінен, доктор осы Еуропа тілдерінен енген сөздердің бірі. Марқұм, мысалы үшін, марқұм. Көрдіңіз ба? Еріндік дауысты біріншіден кейінгі буындарда кездесіп отыр. Осында ережелерді айтқанда кейде стандарттан тыс сөздерді де ескертуіміз керек. Қазақша, бірақ осы заңдарды бұзып жатыр. Мысалы үшін, оны бұлай көрсетемін. Сіздерде егер жазатын болсаңыз, стандарттан тыс. Мысалы үшін, сұлу деген сөз. Көрдіңіз бе, бұл екінші буында
екінші буында еріндік бар. Бұл негізі болуы мүмкін емес. Бірақ бұл таза қазақ сөзі. Оның басқа кейбір фонетикалық себептері бар. Мысалы үшін бұл у деген дауыссыз дыбыс негізі бұл. Дауыссыз дыбыс бұған әсер етеді да, оны у деп айтқызады. Бұл стандартта тыс сөздердің бірі. Түркіше, таза түркіше, көне түркіше. Бірақ екінші буында, бірінші буыннан кейінгі бір жерде дауысты еріндік дауысты бар. Hoş geldinizler. Осы ережелер, достар, осы ережелер барлық түркі тілдеріне ортақ. Барлық түркі тілдерінде кейбір ол сөздің түркіше ме немесе басқа тілдерден кірген сөз бе екенін осындай ережелерді қолданып таба аласыздар. Мысалы үшін осы жерде бір мысал келтіргім келеді. Мына жерге жазайын. Арапшаның қабыл деген сөзі бар. Қабыл деген. Бұл қабыл деген сөз, қараңыз, бұл да бұзып жатыр осы ережені. Бірінші буыннан кейін еріндік дауысты бар. Бірақ бұл қазақ тілі өзгертіпті. Өзінің фонетикасына бейімдепті. Қалай? Қабыл бұл. Көрдіңіз бе? Егер сіз филолог болмасаңыз, этимолог болмасаңыз, қабыл деген сөзді көргенде бұл таза қазақ тілі сөз деп ойлауыңыз мүмкін. Өйткені қазақ тілі басқа түркі тілдеріне қарағанда шет тілдерден енген сөздерді өзіне бейімдеп, өзіне ұқсатып қазақшаландырады. Ассимиляцияға ұшыратады. Көбінесе. Жақсы. Сонда хикая қазір ол арабша ма? Арабша, иә, арабшадан енген сөздер. Сіздер егер менің есіме келмеген кейбір сөздерді айтқыларыңыз келсе, оларды мысал ретінде айтуларыңызға болады. Дифтонг. Дифтонг деген сөздің мағынасы мынандай. Егер бір сөзде екі дауысты дыбыс қатарынан келсе, bunu biz difton deyimiz. Misal үшін, diyalog. Қараңыз, екі дауысты дыбыс қатарынан қолданылады. Түркі тілдерінде, оның ішінде қазақ тілінде дифтонг болмайды. Ешқашанда екі дауысты дыбыс қатарынан бірінен соң екіншісі қолданылмайды. Ешқашанда. Егер осындай сөзді көретін болсаңыз, енді бұны орысша екенін білесіздер ғой, орыс тілінен енген. Бірақ сіз шыққан жерін, латышша, ол Европа тілдерінен енген, шыққан жерін білмесеңіздер де, бұның қазақша емес екенін толық айта аласыздар. Мысалы үшін какао. Көрдіңіз бе? Екі дауысты дыбыс қатарынан қолданылды. Идеал. Негізі осындай дифтонгы бар араб парсы сөздері де қазақшаға кіріпті. Бірақ оларды қазақтар өздерінің тілдеріне, фонетикасына бейімдегеннен кейін ол қазір бізге білінбейді. Мысалы үшін араб тілінен фаиде деген сөз бар. Қараңыз. Дифтонгты қараңыз. Фаиде. Бұл қазақша қай сөз болуы мүмкін? Пайда ма? Пайда, иә. Пайда. Көрдіңіз ба? Бұл қазақша сияқты көрініп тұр. Өйткені бұл түпнұсқасында дифтонг бар. Дифтонг болу мүмкін емес болғандықтан, 1000 жыл бұрынғы түркілер, 1000 жыл бұрынғы қазақтар осы пайдаға ауыстырыпты кезінде. Мысалы үшін сағат деген сөз бар. Арабша бұл да сағат. Көрдіңіз ба? Дифтонг. Bunu istepti. Сағат. Сағат па? Иә. Қараңыз. Қазақша өз фонетикасына бейімдеп, бұл дифтонгты жою үшін арасына ғ-ны қосыпты. Мына жерде бұл дифтонгты жою үшін арасына е дауысын қыстырыпты.
дифтонг болуы мүмкін емес. Сосын тағы бір ереже, егіз дауыссыз. Қазақ тілінде егіз дауыссыз да болуы мүмкін емес сөздерде. Егіз дегеніміз, мысалы үшін, бір дауыссыз екі рет қайталанады. Мысалы үшін, Алла дегенде. Көрдіңіз ба? Егіз дауыссыздар қайталанады. Бұл да болуы мүмкін емес. Бұл ешбір түркі тілінде болуы мүмкін емес. Егер осындай қайталана берсе, сіз бұны айта аласыз. Бұл шет тілдеріне енген сөз деп айта аласыз. Сол үшін қазақтың ауызша тілінде бұны көбінесе мысалы алда деп айтатындар бар. Құдай дейміз ғой, егер Алла дейтін болсақ, алда берген деген аттар бар, мысалы үшін алда берген дейді. Ол жерде, өйткені бұны жою керек. Бұл қазақ тілінің жалпы түркі тілінің фонетикасына қайшы жағдай болғандықтан бұны жою керек. Жою керек болғандықтан қазақтар бұны өзгертеді. Мысалы үшін молла. Бұл парсы сөзі. Көрдіңіз бе? Бұны жою керек. Молда бұл. Айта беріңіз. Мынандай сөздер бар. Сатты деген сияқты. Ол түбір сөз болмағаннан кейін. Түбір сөз болмағаннан кейін осы ережеге бағынуға дұрыс айтты. Мысалы үшін, егер жалғау қатты деген сөз. Ол стандарттан тыс сөздердің бірі, оны қазір айтамын. Бірақ мысалы үшін, кейбір жалғаулар қосылғанда сөздерге, бұндай жағдай болуы мүмкін. Кетті, сатты дегендер, ол жерде ти жалғау болғандықтан осы ережеге бағынуға міндеттеміз. Түбір сөздер туралы сөйлесіп отырмыз. Түбір сөздер туралы сөйлесіп. Алланы қалай алда? Алдай берген деген. Бұл алдау емес, біреуді алдадым деген емес бұл. Алда берген деген есімдер бар ғой, сол Алла берген деген сөз негізі. Құдай берген деген сөз негізі ол. Құдай деген сөздің өзі. Парша, худа. Иә. Худа. Худа да? Құдай. Мысалы үшін, үммет деген сөз. Үммет. Қазақшада не болыпты? Үмбет, мысалы үшін. Көрдіңіз ба? Бұны жою керек қой. Егіз дауыссызды жою керек бұл жағдайды. Тілдердің қолданушылары бұны әдейі жасамайды, достар. Бірақ автоматты түрде, мысалы үшін кейде ауылдарға барамыз ғой, біз ауылдарға барған қате сөйлейді дейтін адамдарымыз бар ғой. Олар негізі ең дұрыс сөйлейтін адамдар. Олар автоматты түрде өздерінің бір өзге сөз естігенде оны айта алмай, өздерінің фонетикалық ережелер бойынша айтып жатыр деген сөз. Мысалы, коллектив деген сөз, енді білесіздер ғой енді. Коллектив. Орысша, қазақша емес екенін білесіздер, бірақ білмеген күннің өзінде екі дауыссыз дыбыс болғандықтан бұны 100% қазақша емес деп айта аласыздар. Осы ереже туралы бірнеше стандарттан тыс сөзді айтайын. Таза қазақша, бірақ бұл ережені бұзып жатыр. Ол стандарттан тыс деп айтайық, мысалы үшін қатты деген сөз. Қатты, жұмсақ емес, антоним. Қатты деген сөз. Бұл таза қазақ сөзі, бірақ бұл ережені бұзып жатыр. Бұның себебі мынандай, бұл көбінесе бұны қаттырақ айту үшін, айтуда бұл өзгеріп кетіпті. Мысалы, бұл түпнұсқасы қатық негізі. Түпнұсқасы. Аяғында ғ түсіп кеп, мысалы, түркшеде қаты деп қолданылады, қаты деп. Бірақ бұны айтасың ғой, мысалы, қатты ұрдым дейсің ғой, мысалы, қатты ұрдым, қатты шаршадым деп айтқың келеді ғой, бұлар беріліп айтқың келгенде, бұл кезінде қатты болып кеткен. Көрдіңіз бе? Мысалы, айтады ғой, мысалы, есек дейтін адамдар сияқты, мысалы. Оны ашуын білдіру үшін, өзінің сезімін білдіру үшін. Мүлдем жоқ дауыстар бар. Мүлдем жоқ дауыстар. Егер қазақ тілінің сөздігінде ол дауыстармен кездесеңіздер, оның қазақша емес екенін 100% айта аласыздар. Мысалы үшін, енді мынаны білеміз, бұл В, Ч, орысша мынандай әріп, Ш, тағы не бар, Ц.
Енді бұлардың көбі қазір орыс тіліне енген сөздерде кездесіп жатыр. Сол үшін оны сіздер 100% біле аласыздар. Ол қазақша емес. Бірақ ф мен х бұлар да қазақ тілінде жоқ негізі. Ф мен х көне заманнан бері қолданылып жатқан сөздердің ішінде де бар. Мысалы үшін х-дан келетін халық деген сөз. Бүйтіп қояйын. Халық деген сөз қазақша болуы мүмкін емес. Өйткені х деген дауыс бар ішінде. Одан мысалы жаңа ғана келтірген мысалда болғанда хикая деген сөз қазақша болуы мүмкін емес. Гаухар деген сөз қазақша болуы мүмкін емес. Қаһарман деген сөз. Қаһарман деген сөз. Дұрыс. Қаһарман, жиһаз. Бұларда х болғандықтан, бұл х болса да, екеуі де қазақ тілінде болуы мүмкін емес. Бұның стандарттан тыс бір-екі сөз бар, оны айтып кетейін деп түрде. Хан деген сөз. Хан деген сөз таза түркі сөзі. Бірақ бұнда себептері бар. Бұның оригиналы қаған деген сөз негізі. Қаған деген сөз. Бірақ тез айтылып, хан болып кетті. Қан болмауы ма? Қан, кровь. Бірінші хан болды, оның процестері бар. Қан. Қан қазақша. Не, просто я слышал версию қанды, қаннан қан. Жоқ, ешқандай қатысы жоқ. Ол хан деген сөзден шыққан жоқ. Енді ол халықтың ішінен кейбір адамдар сондай этимология жұмыстарына кірісе береді, олардың көбі дұрыс емес. Сосын бұл стандарттан тыс сөздердің бірі, тағы да бұл хан сөзінен шыққан ханым деген сөз. Ханым деген сөзде негізі таза түркі сөзі болғанмен, осы жерде стандартты сол ережені бұзып жатыр. Бірақ бәрібір стандарттан тыс түркі сөздері. Бұлардан басқа қай жерде көрсеңіздер, оны 100% айта аласыздар. Ол өзге тілдерден енген сөз деп айта аласыздар. Мысалы, ф бар, мысалы, мен қолданатын не бар, мысалы, соңғы кездері көп ести бастадым, фәни деген сөз бар. Софы деген сөз бар. Бірақ көбінесе, мысалы, қазақ тілі бұларды п-ға айналдырады, иә? Софыны сопы дейді, пәни дейді көбінесе. Мысалы үшін араб тілінен енген фикір деген сөз. Фикір деген сөзді қазақ тілі пікірге айналдырды. Қазір көреміз, мына жерге бір үйіні қосып, мынаны п-ға айналдырып, көрдіңіз ба? Өйткені біздің ата-бабаларымыз, бұрынғы ата-бабаларымыз ф деген, х деген дауыстарды айта алмаған деп тұжырымдай аламыз. Мысалы үшін, мынаны байқадыңыздар ма? Өзге ұлттар, қазақ, түрік тілдерін үйренгенде кейбір дауыстарды айта алмайды. Деген дауыстарды, тіпті м деген дауысты айта алмайды, иә? Оның үшін мен үйде қалдим деп сөйлейтіндер бар. Қалди, бөлі бол ди деп сөйлейтіндер бар. Енді олардың айып емес, олардың фонетикалық жүйелері денелеріндегі. Оны айтуға мүмкіншілік бермейді. Сол біз қазір бәрін айта аламыз ғой, бәрін айта алсақ та біздің ата-бабаларымыз ф, х және осындай дауыстарды айта алмаған деп біз айтуымызға болады. Мысал үшін көрдіңіз бе? Қазір осы ережелерді үйреніп алғаннан кейін достар, ақырындап негіз жазып отырсаңыздар жаман болмас, ұмытып кетуіңіз мүмкін өйткені. Осыларды үйреніп алғаннан кейін сіздерді өмірде қай сөздер қазақша, қай сөздер алынған сөздер екенін өздеріңіз-ақ таба аласыздар. Қайтадан айтып өтейін, осы заңдардың бәрі барлық түркі тілдеріне ортақ. Бірақ мысал үшін бұлар мысал келтірейін, бұл заңды ең жақсы қазақ тілі сақтапты, заңдарды, осы фонетикалық заңдарды, қазақ пен қырғыз тілі. Екінші Түркия деп айта аламыз. Үшінші ең әлсіз сақтаған, ең жаман сақтаған өзбек ағайындар. Ноғайлар.
ноғайлар да жақсы сақтаған. Өйткені енді біз ноғайшаны қазақ тілінің бір диалектісі деп есептейміз ғылыми деңгейде. Бұның себебі не болуы мүмкін? Неге өзбектер жақсы сақтамайды? Өзбектер көбінесе осы шет тілдерден араб парсы сөздерін оригиналға жақын жазады. Немесе айтады. Бұл себебі не болуы мүмкін? Қалай ойлайсыздар? Түркия енді қазақша сияқты емес, бірақ қазақшаға жақын. Бірақ өзбекше сияқты оригинал айтты. Мысалы үшін, былай айтайын сізге, енді кейінгі келесі тақырыпқа өтпеймін, ондай мысал келтірейін. Фекір. Түркшеде фикир, қазақшада пікір. Мысал үшін, қазір көреміз. Бұл кірі де болмайды. Ең сөздің аяғында кірі дауыссыздары қатар қолданылмайды. Сол үшін, мысал үшін, түркиялық ағайындар болмайды ғой, кірі болмайды. Болмағаннан кейін мына жерге бір ей қосыпты, көрдіңіз ба? Қазақтар да соның ейін қосыпты. Бірақ онымен қалмай қазақтар. Ф-ны да П-ға айналдырыпты. Көрдіңіз ба? Бірақ өзбек ағайындар әлі фекір дейді. Ф-сына да тиіспейді. Кірі болмайды дегенге де тиіспейді. Тек қана мұна келтірген мысалдағы дауыссыз дыбыстар бола алады сөздің соңында. Мысал үшін, айт. Айту. Қайту. Лыты. Бұлт. Ұлт. Мысал үшін. Ныты. Ант. Қант. Рыты. Төрт. Қарт. Осылардан басқа, төртеуінен басқа сөздің соңында қатар қолданылатын дауыссыздар көретін болсаңыздар, олар қазақша емес деп айта аласыздар. Мысалы үшін, фильм деген сөз. Фильм. Болу мүмкін емес. Өйткені қараңыз, бұл лымы жоқ бұлардың ішінде. Парк. Болу мүмкін емес. Өйткені бұлардың ішінде жоқ, көрдіңіз ба? Осындай сөздердің бәрі, сол үшін мысалы үшін, акт деген сөзді кт болмайды ғой қазақшада. Қазақтар көбінесе сөйлеу тілінде актісі деп айтады. Көбінесе актісі деп айтады. Акти деп айта алмайды. Актілеу дейміз. Актілеу дейміз мысалы. Басқа бір дауыстының көмегінен пайдаланамыз. Айту үшін. Бұлар мынаған кірмейді. Мысалы үшін өздері шын сөз еместер бар. Гүрс ету, тарс ету, гүмп ету деген сөздер бұл сөздікте жоқ. Бұлар тек қана сөйлеу тілінде табиғатты еліктеп шығарылған сөздер деп есептелінеді. Қазақ тілінде тек қана сөз соңында осылар ғана болуы мүмкін, қалғандары болуы мүмкін емес. Қазақ тілінде сөздің соңында еш болмайтын сөздер. Сөздер дейтін дауыс, дыбыстар. Мысалы үшін, Б, Д, Ғ, Г дауыссыздары сөздің соңында болмайды қазақ тілінде. Мысалы үшін, бұлармен айнытылатын қандай сөздерді білесіздер? Араб былай жазылады. Арабтың өзі араб. Б, Д, Д. Клуб, мысалы үшін. Клуб. Ленинград, градпен аяқталатын сөздер. Қараңыз, мынаны қараңыз. Олар сөздің соңында бола алмайды. Сол үшін де, мысалы үшін, біз бұларды айтқанда, жазғанда, мысалы, жалғау қосқанда, арабтың дейміз, иә? Қараңыз, арабдың демейміз, арабтың дейміз. Өйткені айтқанда арабты деп айтамыз. Клуб деп айтамыз. Сол үшін клубта дейміз. Ленинградтан дейміз. Я? Өйткені біз бұны айта алмаймыз ғой. Мысалы үшін Ғ, біріншісі Ғ деп айта аламыз. Ғ мен басталатын қандай сөздер бар?
ғарыш, ғайып, ғайып, ғылым, иә, ғылым, ғалым, ғалым. Достар, егер ғ-дан басталатын болса сөз, ол қазақ тіліне өзге тілдерден енген сөз деп толық айта аласыздар. Олардың бірі л. Не бар болса? Лимон. Лайк. Басқа не бар л-дан келетін? Лай. Лажы дейді ғой, лажы. Қараңыздар, бұлар да түркше болуы мүмкін емес. Сол үшін қара халық бұларды көбінесе илимон деп айтады. Илимон дейді, ылайық дейді. Соған ылайық ба дейді. Илимон сатып алып келдің ба дейді. Көбінесе. Өйткені түркі тілдерінде, оның ішінде қазақшада сөздер л. ылай деп айтады. Я, ылай деп айтады көбінесе. Л-дан келмейді, достар. Н. Нұр. Не бар? Нам. Неке. Не бар мысалы үшін? Наз. Бұларда, достар, н-дан басталатын сөздер қазақша болуы мүмкін емес. Тек қана стандарттан тыс бір жағдай бар, осы жерде оны айтайын. Стандарттан тыс. Не деген сұрақ және не деген сұрақтан пайда болған кейбір сөздер бар. Олар түркіше. Бірақ тарихта сондай болып қалыпты. Оны фонетика мамандары бұл себебін әлі тапқан жоқ. Оны айтайын. Не, неге, нәрсе. Енді білесіздер ме білмеймін, бұл нәрсе деген сөзде не деген сұрақтан пайда болған сөздердің бірі. Екінші бір стандарттан тыс сөз бар. Нану. Бұл өте көп қолдануға бермейді. Сену деген сөз бар бұл.